Бестау селолық кітапханасы біздің бүгінгі тақырыбымыз Алтын Орда біздің төл тарихымыз деп аталынады. Алтын Орда Еуразия құрлығындағы 2 ғасырға жуық салтанат құрған көшпелілер мемлекеті. Бұл мемлекет алғашқыда Шыңғысхан империясының құрамында болған. Оның аймағы Ертістен Дунайға дейінгі 10 миллион километр аумақты алып жатыр. Бату 1243 жылы Еділ бойынан өз астанасын Бату сарайын салып, бұрынғы жошы ұлысының орнына ешкімге тәуелсіз Алтын Орда мемлекетін құрды. Мемлекеттің негізгі халқы түркі тайпаларынан құралды. Алтын Орда орта ғасырлардағы әлемдегі ең қуатты мемлекетке айналды. Оған орыс князьдіктері түгелімен, сондай-ақ Румыния, Венгрия, Болгария, Грузия князьдіктері бағынды. Мемлекет астанасы Бату сарайына Франциядан, Египеттен, Византиядан тағы басқа елдерден елшілер келіп тұрды. Бату сарайы, Биркес сарайы, Бұлғар, Судақ, Сарайшық тағы басқа шаһарлар мәдениеттің және сауда-саттықтың ең үлкен орталығына айналды.